Асқазан ішек инфекциялары адам ағзасында ең жиі кездесетін, әрі денсаулыққа үлкен қауіп төндіретін аурулар тобының бірі. Бұл инфекциялар әсіресе дамушы елдерде, санитарлық гигиеналық жағдайы төмен аймақтарда және халық тығыз орналасқан өңірлерде жиі таралады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ДДЕ деректеріне сүйенсек, жыл сайын миллиондаған адам асқазан ішек жолдары арқылы берілетін инфекциялық ауруларға шалдығады. Олардың ішінде жүздеген мың адам қайтыс болады. Ең бастысы, бұл жағдайлардың көпшілігінің алдын алуға болар еді. Асқазан ішек инфекцияларының негізгі ерекшелігі, олар адамның ас қорыту жүйесін зақымдап, ең әуелі іштің өтуі, құсу, дене қызуының көтерілуі, сусыздану секілді белгілермен көрінеді. Көп жағдайда бұл инфекциялар жеңіл өтіп, бірнеше күнде өздігінен жазылуы мүмкін. Бірақ кейбір жағдайларда ауыр асқынуларға тіпті өлімге де алып келуі ықтимал. Әсіресе балалар, жүкті әйелдер, егде жастағы адамдар мен иммундық жүйесі әлсіреген науқастар үшін аса қауіпті. Осы мәтінде біз асқазан ішек инфекцияларының анықтамасын, олардың пайда болу себептерін, қоздырғыштарын, таралу жолдарын, клиникалық белгілері мен асқынуларын, диагностикалық және емдеу тәсілдерін, ең бастысы алдын алу шараларын жан-жақты қарастырамыз. Осылайша, бізге қарапайым көрінетін ішек инфекцияларының артында қаншалықты маңызды мәселе жатқанын түсінуге мүмкіндік аламыз. Ал енді асқазан ішек инфекциялары дегеніміз не, және олар қалай пайда болады? Бірге қарайық. Асқазан ішек инфекциялары бұл адам ағзасының ас қорыту жүйесіне. Асқазан, ішек, кейде бауыр мен өт жолдары әсер ететін және әртүрлі микроорганизмдерден бактерия, вирус, паразит саңырауқұлақ туындайтын жұқпалы аурулар тобы. Бұл аурулардың басты ерекшелігі ауыз арқылы түсетін қоздырғыштар. Асқазан мен ішекте көбейіп, ағзаға токсин бөледі, немесе ішектің шырышты қабатын зақымдайды. Соның салдарынан адамда іштің өтуі, құсу, іштің ауруы, қызу көтерілуі, тәбеттің жоғалуы сияқты белгілер пайда болады. Көп жағдайда бұл инфекциялар жеңіл өтіп, бірнеше күнде өздігінен жазылуы мүмкін. Бірақ кейбір жағдайларда ауыр асқынуларға, тіпті өлімге де алып келуі ықтимал. Осы індеттерді түрлі микроорганизмдер, бактериялар, вирустар, паразиттер және сирек саңырауқұлақтар туғызады. Әрқайсысының клиникалық көрінісі, таралу жолы және емдеу тәсілдері өзгеше болуы мүмкін. Асқазан ішек инфекциялары тек медициналық мәселе емес. Сонымен қатар қоғамдық, әлеуметтік және экономикалық проблема. Инфекцияның қайдан қандай жолмен таралатын түсіну, оның алдын алу мен емдеудің басты кілті. Сондықтан бұл тақырыпты жан-жақты зерттеу аса қажет. Енді қоздырғыштар туралы егжей-жейлі қарастырамыз. Алдыңғы бөлімнен кейін қоздырғыштар, бактериялар, вирустар, паразиттер және саңырауқұлақтар жайлы толығырақ. Асқазан ішек инфекцияларының негізгі қоздырғыштары ретінде бактериялар жиі кездеседі. Сальмонелла спипи, сальмонеллез тудырады. Шигелла спип, дизентерияға себепші. Эшеричия коли, коли кейбір түрлері, энтероколит, өтті іш өту тудырады. Вибрио колера, тырысқақ холера. Кемпилобактер жежуни, гастроэнтерит. Мысалы, сальмонелла көбіне шикі жұмыртқа немесе жеткіліксіз пісірілген еттен тарайды. Кемпилобактер көбіне тауық етінен, ал вибрио колера ластанған судан тарайды. Вирустар да жиі кездесетін қоздырғыштар. Ротавирус, норовирус, астровирус және аденовирус. Ротавирус әсіресе балалар арасында жиі кездеседі. Норовирус мектеп, балабақша, әскери бөлім сияқты топтарда тез тарайды. Паразиттер Giardia lamblimblios, энтомойба хистолитигас, криптоспоридиум спипі, иммунитеті төмен адамдарда қауіпті. Бұл паразиттер көбіне лас су арқылы жұғады. Саңырауқұлақтар асқазан ішекте сирек кездеседі. Бірақ ұзақ антибиотик қабылдаған адамдарда кандида түрлері көбеюі мүмкін. Қоздырғыштар ішекте көбейіп, шырышты қабықты зақымдап немесе токсин бөледі. Нәтижесінде диарея, құсу пайда болады. Тоқтаусыз диарея мен құсу сусыздануға алып келуі мүмкін. Бұл әсіресе балалар үшін қауіпті. Қоздырғыштар әртүрлі болғандықтан, нақты диагноз қою және тиісті ем тағайындау үшін зертханалық тексерістер қажет. Енді инфекциялардың қалай пайда болатынын және қайдан таралатынын қараймыз. Асқазан ішек инфекциясының пайда болу тетігі қарапайым. Адам тағам немесе су арқылы микроорганизмді жұқтырады. Қоздырғыш асқазанға түседі. Қышқыл орта кейбірін жояды, бірақ көпшілігі ішекке жетеді. Ішекте микробтар көбейіп, шырышты қабықты зақымдайды, немесе өт бөледі.
Нәтижесінде, ішектің су мен тұзды сіңіру қызметі бұзылады. Іштің өтуі, сусыздану, әлсіздік пайда болады. Сусыздану ең басты қауіп, әсіресе балаларда өте жылдам дамиды. Су арқылы таралу, ластанған өзен, көл, құдық немесе кран суы аса қауіпті фактор. Холера, дизентерия, іш сүзегі көбіне су арқылы таралады. Суды қайнату немесе сүзу арқылы қауіп азаяды. Тағам арқылы таралу. Жарамсыз, бұзылған, дұрыс сақталмаған немесе шала піскен тағам инфекцияның көзіне айналады. Тұрмыстық қол арқылы таралу. Қолды дұрыс жумай тағам әзірлеу, немесе ас ішкеннен кейін қолды тазаламау инфекцияның таралуына әкеледі. Жәндіктер арқылы таралу. Шыбындар мен тарақандар тағамға микробтарды тасымалдайды. Жануарлардан берілуі. Үй жануарлары немесе мал арқылы инфекция жұғуы мүмкін. Бұл факторлар әсіресе ауылдық жерде және азық-түлік қауіпсіздігі нашар жағдайда маңызды. Таралуға ықпал ететін факторлар. Санитарлық жағдайдың төмендігі. Жеке гигиенаның сақталмауы, тағамды дұрыс сақтамау, маусымдық факторлар халықтың тығыз орналасуы. Енді судың және тағамның ролін толық қарастырамыз. Су өмірдің негізі, бірақ дұрыс тазартылмаған жағдайда қауіпті індеттердің таралу жолына айналады. Құдық суын тексеріп, суды қайнату немесе сүзгіден өткізу өте маңызды. Тағамның ластану жолдары. Қолды дұрыс жумай тағам дайындау, ет пен көкөністі бір тақтайда турау, дайын тағамды тоңазытқышсыз ұзақ сақтау. Ботулизм. Дұрыс сақталмаған консервілерден туындайды. Ең қауіпті тағамды қолдану түрі. Қол гигиенасының маңызы. Тамақ әзірлеу немесе дәретханаға барғаннан кейін қолды мұқият жуу. Инфекцияның таралуын тежеу үшін негізгі шара. Дәретхананың санитарлық жағдайы да шешуші. Нәжістің дұрыс жойылмауы суды және топырақты ластайды. Негізгі белгілер. Іштің өтуі, құсу, іштің кебуі мен ауырсынуы, қызу, тәбеттің төмендеуі, әлсіздік, сусыздану белгілері. Қатты шөлдеу, ауыздың кебуі, терінің серпімділігінің төмендеуі. Бұл жағдайда жедел көмек қажет. Диагностика, анамнез және клиникалық тексеруден кейін зертханалық талдаулар жүргізіледі. Нәжіс бактериологиялық, вирологиялық және паразитологиялық зерттеулер. Вирустық инфекция күмән туғызса, ПТР немесе ИФ-тест сияқты әдістер қолданылады. Асқынулар, сусыздану, бүйрек жеткіліксіздігі, ішектің перфорациясы, сепсис, уақытылы ем болмаса, және әсіресе қауіпті топтарда өлімге әкелуі мүмкін. Балаларда, карттарда және иммунитеті әлсіз адамдарда асқынулар тез дамуы мүмкін. Ем себепке байланысты. Жеңіл жағдайларда сұйықтықты қалпына келтіру және демеу терапиясы жеткілікті. Ауыр жағдайларда сұйықтықты тамырға енгізу, антибиотиктер тек бактериялық инфекцияларда қолданылады. Алдын алу жолдарын қарастырамыз. Гигиена, таза су, тағам қауіпсіздігі және қоғамдық шаралар. Алдын алу бұл жеке және қоғамдық шаралардың жиынтығы. Бірінші кезекте қолды жиі және дұрыс жуу қажет. Балаларға гигиена дағдысын ерте жастан үйрету өте маңызды. Суды қайнату немесе сенімді сүзгілерді пайдалану, жеміс жидекті жақсылап жуу маңызды шаралар. Тағамды дұрыс сақтау және толық пісіру арқылы тағамдық уланулардың санын азайтуға болады. Қоғам деңгейінде таза ауыз су, кәріз және санитарлық жүйелерді жақсарту ең тиімді алдын алу шараларының бірі. Вакцинация және қоғамдық білім беру балалар мен қауіпті топтарда ауруды азайтудың маңызды құралдары. Тамақ өңдейтін орындарда санитарлық нормаларды сақтау, персоналды оқыту және тексерулер жұқпалардың таралуын болдырмайды. Далада сатылатын тағамдарға абай болу қажет. Егер симптомдар пайда болса, уақытылы медициналық көмекке жүгіну, сусыздануды дереу тоқтату және эпидемиологиялық есеп беру маңызды. Отбасылық және қоғамдық жауапкершілік инфекциялардың таралуын тоқтатуда негізгі фактор. Қорытындылай келе, асқазан ішек инфекциялары жиі және қауіпті, бірақ көп жағдайда алдын алуға болатын аурулар. Қол гигиенасы, таза су, дұрыс дайындалған тағам және санитарлық жүйелер біздің басты қорғанысымыз. 6. Балалар мен жүкті әйелдердегі қауіпті асқынулар. Балаларда дамудың тежелуі, салмақ қоспау, иммунитеттің төмендеуі. Жүкті әйелдерде сусыздану мен улану ұрықтың дамуына кері әсер етіп, түсік тастау қаупін арттырады. Өлімге әкелетін жағдайлар. Өте ауыр инфекциялар кезінде холера, ауыр сальмонеллез, уытты стафилококкты инфекциялар, сепсис, қанға инфекцияның түсуі, полиоргандық жеткіліксіздік, өлім жағдайлары тіркелуі мүмкін. Асқазан ішек инфекцияларының асқынулары әртүрлі, бірақ ең қауіптісі сусыздану. Сондықтан мұндай аурулар кезінде дер кезінде дәрігерге жүгіну,
сұйықтық пен электролит балансын қалпына келтіру, дұрыс ем жүргізу аса маңызды. Асқазан ішек инфекцияларын емдеу жолдары. Асқазан ішек инфекцияларының емделуі аурудың себебіне, ауырлық дәрежесіне және науқастың жас ерекшелігіне байланысты жүргізіледі. Емнің басты мақсаты ағзаны сусызданудан сақтау, уытты заттарды шығару және қоздырғышқа қарсы бағытталған терапияны қамтамасыз ету. 1. Сусыздануға қарсы ем, регидратация. Бұл емдеудің ең маңызды бөлігі. Ауыр емес жағдайларда науқасқа көп мөлшерде сұйықтық ішу ұсынылады. Қайнаған су, тұзды ерітінділер, шөп шайы. Арнайы тұзды ерітінділер, регидрон, оралит сияқты ерітінділер электролит тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Ауыр сусыздануда тамыр ішіне физиологиялық ерітінділер, натрий хлориді, рингер ерітіндісі, глюкоза ерітінділері беріледі. 2. Диета және тамақтану. Инфекция кезінде асқазан ішек жолын ауыртпау үшін арнайы тамақтану ұсынылады. Сұйық және жеңіл сіңетін тағамдар, сорпа, сұлы ботқасы, көкөніс пюресі. Майлы, ащы, қуырып жасалған тағамдардан бас тарту, газдалған сусындар мен сүт өнімдерін уақытша шектеу, жиі, бірақ аз мөлшерде тамақтану. 3. Қоздырғышқа қарсы ем. Бактериялық инфекцияларда антибиотиктер қолданылады. Дәрігердің тағайындауымен ғана. Мысалы, сальмонеллез, дизентерия жағдайында ципрофлоксацин, азитромицин сияқты препараттар. Вирустық инфекцияларда ротавирус, норовирус, арнайы вирусқа қарсы дәрілер көбіне қолданылмайды. Тек симптоматикалық ем жасалады. Паразитарлық инфекцияларда арнайы антигельминттік немесе протозойға қарсы дәрілер тағайындалады. Метронидазол, альбендазол. 4. Симптоматикалық ем, құсуға қарсы дәрілер, цирукал метоклопрамид. Иш өтуге қарсы дәрілер кейде қолданылады, лопирамид. Бірақ ауыр инфекцияларда тоқтата бермейді. Себебі ағза уытты заттарды шығаруы керек. Жоғары температурада қызуды түсіретін дәрілер, парацетамол, ибупрофен. Ішектегі уыттарды шығару үшін сорбенттер, смекта, энтеросгель, белсендірілген көмір. 5. Иммунитетті қолдау. Дәрігердің кеңесімен витаминдер мен минералдар кешені беріледі. Ишек микрофлорасын қалпына келтіру үшін пробиотиктер, линекс, бифиформ, аципол пайдаланылады. 6. Балалардағы ем. Балалар сусыздануға тез ұшырайды, сондықтан регидратация бірінші кезекте жүргізіледі. Сұйықтықты жиі және аз мөлшерде беру керек. Дәрі-дәрмектерді тек педиатрдың нұсқауымен қолдану қажет. 7. Халықтық ем және қосымша әдістер. Кептірілген алмадан, күріштен жасалған қайнатпа ішті бекітуге көмектеседі. Итмұрын тұнбасы дәрумен мен минералдар береді. Дегенмен халықтық әдістер негізгі емді алмастырмайды. Тек қосымша ретінде қолданылады. Асқазан ішек инфекцияларын емдеуде ең бастысы сусызданудың алдын алу. Қосымша дәрі-дәрмектер тек дәрігердің бақылауымен берілуі тиіс. Өзін-өзі емдеу кей жағдайда қауіпті болуы мүмкін, сондықтан дәрігерге дер уақытында жүгіну қажет. Асқазан ішек инфекцияларының алдын алу шаралары. Асқазан ішек инфекциялары кең таралған әрі жылдам жұғатын аурулар. Сондықтан оларды емдеуден гөрі алдын алған тиімді. 1. Жеке гигиенаны сақтау. Қолды үнемі және дұрыс жуу, әсіресе тамақ алдында, дәретханадан кейін, сырттан келген соң. Балаларды қол жууға ерте жастан үйрету. Тіс щеткасы, сүлгі сияқты жеке заттарды ортақ пайдаланбау. Тағам қауіпсіздігі. Тек таза, жаңа дайындалған тамақ ішу. Ет пен балықты толық пісіру. Шикі күйінде тұтынбау. Сүтті міндетті түрде қайнатып немесе пастерленген түрін пайдалану. Жеміс жидектер мен көкөністерді мұқият жуу. 3. Суды қауіпсіз пайдалану. Тек қайнатылған немесе фильтрден өткен суды ішу. 4. Қоғамдық орындардағы сақтық шаралары. Асханалар мен қоғамдық тамақтану орындарында санитарлық жағдайға мән беру. 5. Балалар арасында алдын алу. Балабақша мен мектептерде санитарлық нормаларды қатаң сақтау. Вакцинация және медициналық бақылау. Кейбір асқазан ішек инфекцияларына қарсы арнайы вакциналар бар, мысалы ротавирусқа қарсы. Санитарлық ағартушылық жұмыстар. Халық арасында асқазан ішек инфекцияларының таралу жолдары және алдын алу шаралары туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Қорытынды асқазан ішек инфекциялары. Адам денсаулығына ең жиі қауіп төндіретін жұқпалы аурулардың бірі. Дұрыс диагноз қою, уақытлы ем қабылдау және асқынулардың алдын алу медициналық тәжірибеде аса маңызды. Қорытындылай келе, асқазан ішек инфекцияларын емдеу жолдары белгілі болғанымен, ең тиімді тәсіл оларды алдын алу. Әрбір адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қараса,
бұл дерттердің қоғам арасында таралуы айтарлықтай азаяды.